Баршаңызға сәлем. Достар, біздің жеке бренд атты тақырыбымыз 4-5 видеоға дейін жалғасты. Соның соңғысы өз брендтік тауарымызды Каспиде карточка қылып құрғаннан кейін бізде сол карточканың рейтингін көтеру. Яғни рейтинг көтеру арқылы тауардың өтімділігін арттыру. Осы тақырыпта кеңінен қозғаймыз. Бұл тақырыпты бастамас бұрын біздің каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Бүгінгі тақырыбымыз Каспидегі карточканың рейтингін көтеру. Рейтинг көтеру үшін сіздерге алдыңғы видеода айтқан болатын, бізде 4 жолы бар. 4 жолының біз кеңінен тоқталатынымыз соңғы 3-ші және 4-ші пункті. Бірінші жолын айттым, ол сама выкуп жасау. Әрине бұл риск талап етеді, бірақ бұл жерде сіздерге жаңағындай міндетті түрде білу керек, немесе міндетті түрде қатаң түрде қадағалау керек жолдары бар. Сізге әлдекім төлем жасаса, ол кісіге ешқашан ақша аудармау. Міне осыны міндетті түрде сақтап алыңыз. Яғни сіздің магазиніңізге клиент болған адамға ешқашан ақша Каспи голдтарына перевод жасамау. Міне осыны қатаң түрде ескеріңіздер. Сол үшін біз не істейміз? Егерде өзіміздің жақындарымыздан отзыв алғымыз келсе, міндетті түрде жақындарымызға тауарды сыйлаймыз. Олар бізден тауарды алады, және соған сәйкес отзывын жазады. Бірақ замен оларға ақша бермейміз. Сіздің туыстарыңыз сіздің кәсіп бастап жатқаныңызды қолдау ретінде сіздің магазиніңізден тауар алып, соған отзыв жазады, бірақ сіз оларға ақша бермейсіз. Яғни олар сіздің тауарыңызды клиент сияқты сатып алады, және соған сәйкес отзывын жазады, бірақ ең төмен бағаны төмен түсіріп тастап, одан кейін бар мысалы 10 000 теңгеден тұратын товарды 1000 теңге қылып қойып, олар 1000 теңгеге зат сатып алып, сосын отзыв жазу емес. Тауар қандай бағада тұрады, сондай бағада сатып алуы керек, және сол бағаға алған товарға отзыв жазулары керек. Міне, егерде достарыңыздың немесе жақындарыңызға сіздің тауарыңызды алғанын, немесе сізге қолдау көрсеткенін қаласаңыз, онда оларға өзіңіздің карточкаңызбен, өз брендіңізбен тауар шығарғаныңызды, және сол тауардың сілтемесін жаңағыдай чаттарға жіберіп айтыңыз. Ары қарай ол кісілер өздері сізден тауар заказ беру арқылы сізге қолдау көрсетсін. Міне сол арқылы сізге жаңағыдай отзыв жазып, өздерінің қолдауларын білдірсе болады. Ал бұндай жағдайда ол Каспидің талабына қайшы емес, өйткені олар сізден тауар сатып алып жатыр. Ал енді сіздің туыстарыңыз, жақындарыңыз сізден тауар ала алады. Бірақ есте сақтайық деген нәрсе, сол кісі сатып алғаннан кейін артынша ол кісіге перевод жасамау керек. Ал ондай жағдайда ол абнал болып қалуы мүмкін. Бұны сіздерге толықтай түсіндірдім деймін. Екінші жолын айттық, біз блогерлер арқылы, немесе жаңағындай известный адамдар, ол әнші болуы мүмкін, блогер болсын, сол кісілерге бартермен жұмыс жасау арқылы сіз өзіңіздің тауарыңызды бартерге беретіңізді, және жарнама үшін бартермен жұмыс жасайтыңызды сіз өзіңіздің инстаграм парақшаларыңызға, немесе сол блогерлерге жазылып, оларға дайректеріне жіберу арқылы өзіңіз ұсыныс тастайсыз. Ары қарай сіздің ұсынысыңызды қабыл алса, ол кісілер, блогерлер айтады, я бартермен жұмыс жасаймыз, сіздің тауарыңыздың ішінен осы товар ұнады, біз сол товарды алайық, жарнама жасайық, жарнамамыздан кейін сізге клиенттер келеді деген осындай ықтиярхатпен, осындай ықтималдылықпен, немесе осындай келісіммен сіз блогерлерге жарнама жасай аласыз. Немесе бірден 1 300 000, 400 000 подписчик бар адамдармен жұмыс жасаймын десеңіз, әрине сіздің тауар чегіңіз қымбат болу керек. А егерде тауар чегіңіз арзан болса, онда ол кісілерге жарнама үшін жаңағыдай ақы төлейтін боласыз. Мен сіздерге ұсынысым микроблогерлермен жұмыс жасау. Миллионник немесе подписчик көп адамдардың көбінде ахват жақсы болмайды, немесе олардың подписчиктері көптеген заттарды ала бермейді. Ал микроблогерлерге беру арқылы сіз ешқандай тағы да қосалқы ақша төлемей, бартермен ғана жұмыс жасау арқылы сіз
микроблогерлердің подписчиктерінің арасынан 10, 20, 30-ға жуық немесе 100-ге жуық клиенттер ала аласыз. Міне микроблогерлер деген сөз ол подписчигі 1000-нан жаңағыдай 100 мыңға дейінгі подписчигі бар адамдарды микроблогерлер деп атаймыз. Жаңадан бастап жатқан немесе енді подписчик жинап жатқан адамдар, яғни ол кісілерді біз микроблогерлер деп атаймыз. Кейбір адамдардың әрине микроблогерлерді таңдаған кезде де міндетті түрде аудиториясына, одан кейінгі рилстардың просмотрына міндетті түрде қараңыздар. Себебі кейбір блогерлер бар, олардың аудиториясы сіздің аудиторияңызға сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мысалы, школьниктерге арнап видео түсіретін блогерге сіз товары для дома сатсаңыз келмей қалады, себебі оны школьниктер алмайды. А егерде сіз школьниктерге келетін товарды сатсаңыз, онда ол блогердің атынан сізге 100-ге жуық, яғни клиенттер келуі мүмкін. Яғни сол үшін блогерді таңдаған кезде олардың аудиториясына қатты мән беру керек. Міне осы. Біз біршама блогерлермен жұмыс жасадық. Әрине бір блогерлерден 100-ге жуық клиент келіп жатса, кейбір блогерден мүлдем келмеген кездер бар. Әрине бұл жерде блогердің де қателігі емес, жаңағыдай кейбір кезде біз аудиторияны таңдап дұрыс түспей қаламыз, немесе кейбір жағдайда біздің жаңағыдай тауарымыз сол уақыттағы сұранысқа сәйкес келмей қалады. Мысалы, оған сәйкес қазір жаңа жылдың уақыты. Егерде мен жаңа жылға мүлдем қатысы жоқ тауарды жарнама жасасам, ол өтпеуі мүмкін. Себебі ол жаңа жылдық жаңағыдай атмосфераға, жаңа жылдық аураға сәйкес келмейді. Ал дәл қазір сыйлықтар, корпоративный заттар, одан кейінгі елка сияқты, немесе жаңағыдай услугалар, осыларға өте сұраныс көп болатын уақыт, және сіздің тауарыңыз подаркіге, сыйлыққа бергенге жақсы келетін тауар болса, онда осы жаңа жыл уақытын міндетті түрде пайдаланып, және соған сәйкес блогерлерге рекламаны массово беруді ұмытпайық. Біз енді үшінші жолымыз, яғни үшінші пункт сіздерге айтқандай, сатып алған клиенттерге бонусқа отзыв үшін бонус беру. Ол бізде жаңағыдай Каспидің қағидасына қайшы емес, оны Каспидің өзі поощрять етіп отыр, және оны Каспидің өзі жасап отыр. Мен оны сіздерге өзіміздің жеке кабинетімізге кіру арқылы көрсетемін. Яғни оны сіздер қайдан көресіздер? Бұны сіздер өздеріңіздің жаңағыдай Каспи маркетинг деген сол жақ беттегі Каспи маркетинг бөліміне кіріп, Каспи маркетинг бөлімінде білесіздер, яғни бонусы за отзыв деген бөлім бар. Міне осы жерден сіздер өздеріңіздің мои акции деп сіздердің өздеріңіздің берген акцияларыңызды көре аласыздар, немесе өзіңіз жаңадан запустить акцию деп осы жерге мысалы брендті жазу арқылы күншуақ деп мына жақтан нақты уақытын берсеңіз де болады, немесе өзіңіздің қалаған уақытта тоқтатамыз деп қойсаңыз да болады. Мен мысалы немесе мынарда тағы да бір пункт шыққан екен, остановить при наборе определенное количество отзывов дейді. Егерде сізге мысалы бір товар үшін 100 отзыв жеткілікті болса, мына жерге сіз 100 отзыв деп жазасыз, және применить деп төменгі жағына келген кезде өзіңіздің тауарыңызды таңдайсыз. Мысалы, маған мына бір товар үшін дейін добавить деп жаздым. Осы товар үшін мен мысалы 100-ден 1000-ға дейін немесе 200 теңге деп бонус берем деп жазсам болады. Яғни осы товарға 100 отзыв болған кезде бұл реклама, яғни бонус за отзыв деген тоқтайды. Ары қарай 101-ші, 102-ші отзыв жазған клиенттерге бонус бермейді. Болмаса, мен не істей аламын? Өзім тоқтатам деген. Ол 101 болсын, 103 болсын, 1000-ға дейін барған кезде өзім тоқтатам деген. Немесе 2 отзывтан кейін тоқтатып тастасаңыздан болады. Болмаса, определенный уақыт бересіз. Бір айдың ішінде осынша отзыв жазады, бір айдан кейін бұл акция тоқталып қалады дегендей. Оны сіз өзіңіз тоқтатасыз. Сіздерге айтқан болатын, мына жерге бонусты жаза берсеңіз болады. Әрине, бұл сіздің маржаңыздан алынады.
сіз 1000 теңге тауып тұрсаңыз, 200 теңге бонусқа кетсе, онда 800 теңге пайда. Сол себепті бұны сіз определенный отзывқа дейін жинағаннан кейін 100 теңге дейін қалдырсаңыз болады, немесе мүлдем алып тастасаңыз да болады. Оны өзіңіз білесіз. Сол себепті жаңағыдай бұны максимально қойып ұмытып кетуге сіздерге кеңес бермеймін. Бонусы за отзыв бөлімін сіздерге түсіндірдім. Мен арғай бұны запустить етпеймін, өйткені бұл маған қажет емес, себебі бұл мысалға көрсетіп жатырмын. Екінші, енді мына жерде біз айтқанымыздай, біз бонусты сіздерге көрсеттім. Төртінші, бізде ай сайын төменгі баға акциясын жасау. Яғни Каспи маркетинг бөлімде біз рекламаны қалай береміз деп. Осы сұрақ қаяқтан туындайды? Реклама беруден. Каспи магазинде ай сайын немесе постоянно реклама беруге кеңес беремін. Себебі сіздердің рекламаңыз жиі болып жатса, сіздердің брендтеріңіздің рейтингі көтеріледі, және сіздің брендтеріңіз мына біздің бренд сияқты топқа шығады. Яғни, мына жақта менің брендтерімді көріп тұрғандарыңыздай, бір товардың өзінде 350, одан кейінгі 114, 45, ары қарай 80, әрбір товардың отзывтары жоғары. Міне, көрдіңіздер ғой. Яғни, егерде мен поисковикке өз брендімді IDC деп жазған болсам, менің брендтерім автоматты түрде шығады. Телефон арқылы Каспи KZ-ке кірсем, менің тауарларым топта көрсетеді, әрі IDC, все товары IDC деп тоже астында көрсетіп тұрады. Міне, сол үшін бізге не істеу керек екен? Міндетті түрде активны рекламаны жасау керек. Реклама бізде қалай жасалынады? Каспи магазинде екі жолы бар. Біріншісі, реклама товар деген бөлім арқылы Каспи магазиннің ішінде, яғни kaspi.kz приложениесі ішінде реклама, жарнама жасау. Оны біз қалай жасаймыз? Яғни, тоже мына жерде көрсетіп тұрғандай, запустить реклама дегенді басу арқылы. Название компания ол маңызды емес, ол сіз үшін, сіздің есіңізде қалу үшін, сіздің өзіңіздің беретін неңіз. Мен тоже, мысалы, күнші уақыт деп жазам, мысалы, и мына жерде де екі жолы бар. Бұл өзіңіз тоқтатам, немесе өзіңіз нақты уақытын беру. Бұл реклама түрін таңдаған кезде мен әрдайым точная дата дегенді белгілеймін. Себебі кейбір кезде реклама беріп ұмытып кетуіңіз мүмкін. Ол сізден ай сайын немесе күн сайын сіз қойған лимит ақшаны шешіп отырады. Егер де сіз минимальный лимитті мына жерге 1000 теңге деп қойған болсаңыз, не? Сізден күнде 1000 теңге, 30 күнде 30.000 теңге реклама үшін шешіп отырады. Сол үшін бұл жерде сіз егерде жаңа товар болсын, немесе бұрыннан келе жатқан товар болсын, өтімді товар ма, оны аналитикасын қарап отырып, сіз датасын белгілеу керек. Мен әр ай сайын, әр айдың басында реклама беріп бастаймын. Сол үшін менің рекламам, яғни мына декабрь айында мысалы басталған реклама болса, ол мысалы бүгін егерде рекламаны бүгін қосып атсам, 19 деп 31-не дейін деп реклама берем. Осы 31-не дейін реклама менде жүреді. Товарға мен товар таңдаған кезде мына жерге қатты мән берем. Высокая оценка деген бар. Яғни осы оценкасы бар товарларды бір категориямен жіберем, ал низкая оценкасы бар товарларды да жіберетін болсам, оларды бөлек қып жіберем. Яғни бәрін бір неге қосып жіберудің қажеті жоқ. Себебі высокая оценка товарлардың рейтингі жоғары болғаннан кейін, олардың жаңағыдай товары өтімділігі көбірек, және сіз оған қойған бюджетіңіз жаңағыдай дұрыс освоить етуіне мүмкіндік бар. Мысалы, мына екі товарды мен IDC деп жаздым. IDC дедім да, менің товарларымның барлығы, бұл қарап тұрсаңыздар, рекламная оценка 10 дейді. Рекламная оценка 10, рекламная оценка 10. Не үшін 10 болды? Бұл товарларға активно мен реклама жіберемін, және сол реклама бойынша клиенттер көбірек алады, товар всегда жақсы өтіп жатқаннан кейін, оның рекламный оценкасы жоғары. Ал рекламный оценкасы жоғары болған товардың да өтімділігі жақсы. Сол үшін мен істеймін, рекламный оценкасы 9-дан жоғары товарлардың бәрін таңдаймын. Ал 9-дан төмендерді мен бөлек рекламаға жіберем. Бұларды аламында продолжить деп басамын. Мен нақты датасын бердім.
добавить товар деп жаздым. Өзі минимальный бағаны Каспидің өзі берді. Мен оны көтерсем де болады, көтермесем де болады. Ары қарай күндік бюджетті анықтаймын. Мен күндік бюджет 3000 деп қойдым. Яғни күн сайын рекламаға менен 3000 теңге алып отырады Каспи. Міне, осылайнан вес Қазақстан деген қалдырамын. Мен определенно Қазақстанның ішінде қалаларын таңдамаймын, себебі маған бүкіл Қазақстанға өткені жақсы. А егер де сіз бүкіл Қазақстанға тауар сатпайсыз, тек қана бір қалада сататын болсаңыз, ол қандай жағдайда? Егер сіз мебельді өзіңіз құрастырасыз, яғни кухонный мебельдер, гарнитура деген сияқты, бірақ сіздің жұмысыңыз тек қана Астана қаласында ғана істелінетін болса, немесе Алматы қаласында ғана істелінеді, сіз дайын мебель сатпайсыз, тек қана предзаказбен сатасыз. Ондай жағдайда онда сіз вес Қазақстан демей, өзіңіздің ғана қалаңызды ғана таңдайсыз. Себебі сіздің рекламаңыз целенаправленно тек қана өзіңіздің жергілікті қалаңызға ғана барсын. Маған бүкіл Қазақстанға өту керек. Сол үшін мен істеймін, енді запустить компанию деп басамын. Енді екінші запустить деп басамыз. Бұл жақта бізде IDC деп атын жаздым. Точно датасы бізде 31-не дейін. И добавить товар дегенге мен естедім, низкая оценкадағы товарларды таңдаймын. Міне, бізде мына товарымыз және көріп тұрғаныздар 5-ке жетпейтін товарлар. Осыларды таңдадым да, мен продолжить деп бастым. Көрдіңіздер ғой, бұл товарлардың несі рекламная оценкасы низкий. Не себепті? Себебі бұл товарларға реклама көп қосылмаған. Сол үшін бұл товарларды сәйкесінше, жаңа рекламада көп болмаған үшін, сәйкесінше жаңағыдай рекламный оценкасы түсіп кетеді. Егер де мен топ товармен рекламный оценкасы төмен товарды біріктіріп жіберсем, қалай болады? Менің бюджетім көп жағдайда низкая оценкасы бар товарға қарай жұмыс жасап кетсе, менің топ товардағы товарларыма ақша жетпей қалады. Немесе высокая оценкасы бар товарларға рекламаға көп ақша кетіп қалып, төменгі рекламасы бар, жаңағыда бюджеті бар, рекламный оценкасы төмен болған товарларға менің күндік бюджетім жетпей қалу мүмкін. Сол үшін біз категорияға бөлек жібереміз. Міне, біз бұл ішкі рекламаны айттым. Яғни, Каспи магазиннің ішінде Каспи KZ қосымшасында именно Каспи KZ-ті қолданатын адамдарға жіберетін реклама. Соның ішінде көрініп тұратын реклама бұл. Екінші реклама түрі бар, ол сыртқы реклама. Ол қалай десеңіздер, социальный сеттерде, әлеуметтік желілерде, TikTok, Instagram, YouTube желілерінде сіздің тауарыңыз көрінеді. Яғни, мен егерде социальный сетті көріп отырсам, Instagramға Каспидің тауарлары және соның ішінде менің жіберген рекламам шығу мүмкін. Ол үшін мен істеймін, внешняя реклама деген бөлімге кіріп, мен сізді компанию дегенді басамын. Осы жерден бірінші мен не істеймін, өзімнің брендтік тауарымды таңдаймын. Мына жерге поисковикке өзіме керекті тауарды таңдаймын. Тауарды таңдағаннан кейін Каспи тек қана бұл жерде Каспи рекламная оценкасы жоғары товарларға ғана внешний рекламаны қосуға рұқсат береді. Міне, мына товарлардың бәріне мен қосаламын, ал төменгі жағына қарай түсетін болсам, қараңыздар, оценкасы жоқ товарларға недоступен для рекламы деп көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ма? Не. Мы подбираем товары, реклама которых будет наиболее эффективный дейді. Көрдіңіз ба? Яғни Каспи өзі біліп тұр. Рекламный оценкасы жоғары, социальный сеттерде жиі ізденетін тауарларды ғана Каспи өзі қосады. Ал барлық товарыңызға сіз оны қоса алмайсыз. Міне, сөйтіп өзіңізге керекті товарлардың бәрін таңдап, продолжить деп басып, названиесін өзіңіз қоясыз. Бұл жерде жаңа мен айтқандай екі жолы бар, өзім тоқтатам, немесе нақты уақытын бересіз. Күндік бюджетті өзіңіз определять етесіз, минимальный 1000 теңге дейін қойсаңыз болады, немесе максимальны өзіңіз кете береді.
Ал енді социальный сетте қалай шығады? Міне Инстаграмның бетіне осылай шығады реклама, Гуглға былай шығып тұрады, міне Фейсбукта былай шығады, міне көріп тұрғаныңыздай TikTokта осы күйінде шығады. Міне 4 желіде Инстаграм, Google, Facebook и TikTok желілерінде сіздің тауар рекламаңыз осылайнан көрініп тұрады. Міне ары қарай запустить компанию деп сіз не істей аласыз? Өзіңіздің тауарларыңызды Каспи приложениесінің ішінде де және әлеуметтік желілерде де реклама жібере аласыз. Реклама міндетті түрде маңызды. Жарнамаға сіз қаншалықты көп құйған сайын, сіздің тауарыңыздың өтімділігі артады, заказыңызда соған сәйкес көбейетін болады. Бұл біздегі 4-ші пункт, тауар карточкасының рейтингін қалай көтеру тақырыбында. Міне көріп тұрғандарыңыздай, тауардың ішіне кірген кезде барлық тауарыңыз, егер де сіз жарнамаға осылай көбірек сума салып отсаңыз, блогерлермен бартер жасап отсаңыз, онда сіздің тауарыңызға 5 жұлдыз, әрі клиенттерге тауар алған үшін бонус беріп отсаңыз, әрбір алған клиентіңіз сізге бонус жазып, сіздің рейтингіңіз көтеріледі. Ары қарай сіздің жаңағыдай брендіңізге сұраныс немесе ешқандай жарнамасыз-ақ өзі автоматты түрде өте беретін жағдайға келеді. Сол үшін достар, міндетті түрде Каспиде осы Каспи маркетинг бөлімдерін, жаңағыдай рейтингті көтеру сияқты жолдарды қолданыңыздар. Ол сіздердің тауарыңыздың өтуіне септігін тигізеді. Толықтай жаңағыдай сіздің маркетинг бөліміне құйған энергияңыз, салған ақшаңыз ол қайтарымды, яғни ол сізге келеді. Яғни сіз алдағы уақытта инвестиция саласыз, инвестиция ол ақталады. Егер ол ақталады, сіз дұрыс реклама, дұрыс ходтарды қолданған болсаңыз. Міне достар, сіздерге осымен біз тауар таңбасын тіркеу, өз брендті карточкамызды қосу және оның рейтингін көтеру, немесе заводтан өзіміздің брендімізді алдырту, заводқа тапсырыс беретіндей қаражат жетпейтін болса, оны Қазақстанда брендировать ету, әрі жаңағыдай заводтан 1-2 экземпляр алдырту тақырыбын толықтай түсіндірдік. Видеоларымыздың бәрі бізде айтқанымыздай поэтапына шығып отырады, әрі әрбір видеоның астында описание бөліміне әрбір тақырыпқа видео сілтемелері тұратын болады. Егер де сіз мысалы бұл видеоға кірдіңіз, бірақ алдыңғы сабақтарды көрмеген болсаңыз, онда осы видеоның астында сіз сол описание бөліміне өтіп, тауарлардың видео тақырыптарына сәйкес сілтемелерін көре аласыз. Немесе бірден YouTube каналымызға өтіп, сол жақтан да толық сабақтарды қадам-қадаммен көре аласыз. Видеомыз пайдалы болса, міндетті түрде каналымызға жазылуды ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әрі, егер де сіздерге Каспи магазин, Wildberries болсын, товарный знак, өз жеке брендіңізді қалыптастыру, жеке бренд тіркеу сияқты тақырыптар бойынша консультация керек болса, немесе біздің услугаларымыз керек болатын болса, описание бөліміне менеджердің номерін қалдырдым. Міндетті түрде менеджерге жазып, біздің консультациямызға жазылыңыздар, немесе белгілі бір услугаларды алсаңыздар болады. Сіздермен болған Мағжан Зәуірбек.